Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін мен алма пюресін жасаймын, және бұл пюрені қыс мезгіліне сақтауға болады. Өте дәмді және қант қажет етпейді. Ол үшін алманың пеструшка піскен сортын таңдадым. Алма алдын ала жуылған. Алманы екіге бөліп, ортасын тазалап, жұқа тілімдерге кесемін. Пюре пісіру үшін 5 литрлік ыдыс қолданамын. Алма толған ыдысымызға 1 стакан су құйып, үлкен отқа газ плитаға қоямын. Және қақпағын ашпай 30 минут пісіремін. Мінекей алма пісті. Енді блендер арқылы пюре жасауға болады. Банкаларды микротолқынды пешке 2 минутқа қойып алдым, ал қақпақтарды 5 минуттай қайнатып алдым. Ыстық күйінде пюре ыстық банкаларға құйып, қақпақтарын жауып, аударып қоямын. Мінекей өте дәмді және қант қажет етпейтін пюре дайын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.